Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі пәні бойынша бірінші дәріс. Бірінші дәрістің тақырыбы сапа туралы білім жүйесі, сапаның қазіргі заманғы концепциясы. Және екінші сұрақ сапаны басқару принциптері. Ең алдымен сапа тарихына көз жүгіртейік. Сапа 1950 жылдары дами бастады. Сапа ұғымы ең алғашқы кеңес одағы кезіндегі сапа жақсарту жүйелерінің бірі ол БИП, СБТ, Канарспи, НОРП, КСУП деген аталатын жүйелер болатын. 1950 жылдары ақауыз өнімді дайындауды және оны бірінші ұсынып тапсыруды Саратов жүйесі кеңінен таратты. Жүйенің мақсаты техникалық құжаттардан шегінусіз өнімді дайындауды қамтамасыз ету, өндірістің шарттарын жасау, жұмысшылар еңбектерінің сапасын сандық бағалау үшін қолданылатын негізгі критериясы болып, ұсынумен және жұмысшылармен өңделген жалпы партия санына бірінші ұсынғаннан қабылданғаннан партия санының проценттің қатынасымен есептелетін бірінші ұсынған өнімнің проценттік өткізу болып табылады. Бірінші ұсынғандағы өнімді өткізу проценті орындаушының материалдық және моральдық жағдай жасау шкаламен анықталуына байланысты. БИП жүйесін енгізу мүмкіндігі: бірінші, ол технологиялық операцияларды қатаң орындауды қамтамасыз ету. Екінші, өз еңбектерінің сапалы нәтижесіне жұмысшылардың жеке жауапкершілігін арттыру, жұмысшылардың еңбектерінің сапасына моральдық және материалдық қолдауды тиімді қолдану, өнім сапасын арттыру мақсатында қозғалысты күшейту үшін алғы шарттарды жасау. Сонымен бірге, БИП жүйесінде іс-әрекеттің шектелген сферасы бар. Ол негізгі өндірістің жұмыс цехтарында ғана таралған. Жүйе ақау бар, ақау жоқ принципі бойынша жұмыс істейді. БИП принципі ақаусыз еңбек жұмысы, яғни ақаусыз еңбек жүйесінің негізінде жатыр. Цехтар мен заводтардың функционалды бөлігіне таралады. Саратов жүйесінің Львов варианты, яғни ақаусыз еңбек жүйесі бірінші рет жасалынды және 60-шы жылдар басында енгізілді. Жұмыстың мақсаты кәсіпорындағы әрбір жұмысшыға және өндірістегі коллективтік еңбектің нәтижесіне жағдайлар жасау, отандық арттыру мақсатымен ұзақтылығы және сенімділігі жақсы өнім шығаруды қамтамасыз ету. Материалдық сыйлықтың өлшемін анықтайтын және еңбек сапасын сипаттайтын негізгі критерий болып еңбек сапасының коэффициенті болып табылады. Яғни өндірісте жіберілген тәртіпті бұзушылықтың маңыздылығы және әрбір ұйымда бекітілген уақыт, апта, ай, квартал аралығында кәсіпорынның әрбір жұмысшысы үшін есептелінеді. Жүйеде өндірістік тәртіпті бұзушылардың негізгі түрлерінің жіктелуі бекітіледі. Әрбір ақауға нақты төмендету коэффициенті сәйкестенеді. Еңбек сапасын максималды бағалау және сыйлықты максималды өлшемі тек қана есептеу кезінде бірде-бір тәртіп бұзбаған жұмысшыларға және коллективке тағайындалады. Ақаусыз еңбектің жүйесін енгізу мынаны көрсетеді. Әрбір ұйым, әрбір жұмысшының еңбек сапасын сандық бағалау. Әрбір ұйым, әрбір жұмысшының оның жасаған еңбегіне қызығушылығы мен жауапкершілігін арттыру. Кәсіпорында барлық жұмысшылардың өндірістік және еңбек тәртібін жоғарылату және кәсіпорынның барлық жұмысшылардың өнім сапасын арттыру бойынша жұмыстарға қатыстыру. Еңбек өнімділігін жоғарылату, рекламация және ақаудан болған шығынды қысқарту. Келесі жүйе ол Канарспи жүйесі. Бірінші бұйымның ресурсы, сенімділігі, сапасы. Бірінші рет 1957-58 жылдары Өлке қаласында машина құрылыс кәсіпорнында енгізілген және жасалған болып табылады. Бұл жүйе өндірістің технологиясы мен жұмысының технологиялық дайындалған нығайту есебімен бұйымның сенімділігін жоғарылатуда тірек жасалынған. Олардың үлесінде эксплуатацияда табылған 60-85% ақаулар болды. Түйіндер, бөлшектердің сынақ үлгілері жасалынды. Бұйым мен жүйенің сынақ зерттеулері жүргізілді. Едәуір өркендеуді стандарттау мен унификациялау, стандарттың жалпы технологиялық жүйесі, конструкторлық құжаттың бірлік жүйесі, өндірістің технологиялық дайындығының бірлік жүйесі сияқты тәжірибелі өндіріс алынды. Канарспи жүйесінің ерекшелігі болып, өнімді дайындау сатыларының шеңберінен шығатын және жобалау мен зерттеу сатыларына көптеген жұмыс түрлерін
қамтуы жатады. Бұл мәселені шешу зерттеу және базаның даму есебінен унификациялау, коэффициентін жоғарылату, жылдамдатылған сынақты модельдеу және макеттеу әдістерін кеңінен қолдану. Сонымен қатар өндірістің технологиялық дайындық процесінде бұйымды конструкторлы технологиялық жұмыспен өтеу арқылы жүзеге асады. Бұйымның эксплуатация нәтижелері кейін қайтарылған байланыс ретінде қарастырылу керек және бұйымның конструкциясы мен оны дайындауды технологияны әбден жетілдіру үшін қолданылады. Канарспида өнім ақаусыз даярлау мен ақаусыз еңбек принциптерін кеңінен қолданады. Горький облысындағы кәсіпорында Канарспи жүйесін енгізу мынаны береді. Жаңа бұйымның дәлелдеу мерзімі сапа деңгейін берілгенге дейін 2-3 рет қысқарту. Шығарылған бұйымның сенімділігін 1,5-2 есеге жоғарылату, ресурсты 2 есеге ұлғайту. Еңбек өнімділігі мен монтаждау, жинау жұмыстарының циклын 1,3-тен 2 рет төмендету. Осы критерий бойынша өнімнің сапасын басқару мен өнімнің сапасын жақсартуды жоспарлау, сонымен қатар өнімнің барлық өмірлік циклі бойынша сапаға назар аударып, тарату норм жүйесінің дамуына жол алды. Норм жүйесі моторесурсты ұлғайту бойынша еңбекті ғылыми ұйымдастыру. 1963-1964 жылдары алғаш рет Ярославск мотор заводында енгізілді және жасалынды. Жүйенің мақсаты шығарылған өнімнің ұзақтылығы мен сенімділігін арттыру. Келесі 1975 жылы Львов ауданында өнімнің сапасын басқарудың комплексті, яғни кешенді жүйесі пайда болды. Оның мақсаты болып ғылым және техниканың дамуына өте күшті әлемдік аналогқа сәйкес өнімді жасау болып табылады. 1978 жылы мемлекеттік стандартпен негізгі функциялардың жүйесі жасалынды және бекітілді. СУП деп аталатын енгізумен байланысты өндірісті метрологиямен қамтамасыз ету кең өріс алды. Эффектінің көп сатылы анализі мен сапаны статистикалық бақылау, сапаны топтары жасалынды. Өнімнің аттестациялы енгізілді. Базалық және алдыңғы қатарлы жүйенің кеңінен өріс алу. Сонымен қатар мамандардың квалификациясын жоғарылату бойынша мекеменің жүйесі құрылды. Жоғары оқу орындары стандарттау бойынша курстар оқу бағдарламасын енгізді. 1985 жылы осы жүйе арқасында 10 жыл ішінде өнімнің бәсекеге қабілеттігін табысты жүзеге асыру және жасау 2-3 есе сапа категориясын жоғары өнімнің салмағын арттыру, рекламация мен ақаулар болдырмау жасалынды. Сапа проблемасы ол комплексті, яғни оны экономикада, техникада, білім және тәрбие заң шығару сферасында бір мезетте сәйкестенетін саясатты жүргізген кезде ғана ол сапаға жетуге болады, сапаның ақауларын жоюға болады. Сонымен қатар заң шығару және атқарушы органдарда ғылыми инженерлік құрылым, тұтынушылар мен эксплуатациялаушылар, өндірушілердің байланысқан жұмыстарының негізінде ғана шешуге мүмкіндік бар екен. Бұл әрине кеңес одағының кезіндегі сапа эволюциясы болып табылады. Ал бұдан басқа 1950 жылдардан бастап Деминг деген адамның атымен осы сапа деген ұғымның байланысы тығыз, яғни Деминг деген ағылшын америкалық ғалым, ол жаңағы өзінің дәрістерімен Жапония еліне барып, сол жерде өзінің теориясын ұсынып, принциптерін ұсынып, жапондық кәсіпорындарға енгізе бастады. Бұл арзан және жоғары сапалы жапон өнімдерінің пайда болуына ықпал еткен Демингтің үлесі деп саналады. 1951 жылы Жапонияда Деминг сыйлығы құрылды. Сапа менеджмент саласындағы басқа танымал оқиғалар осы оқиғадан кейін жалғасын тапты. 1951 жылы Джозеф Джуранның сапа менеджменті бойынша нұсқаулық кітабы шығарылды. Джуран сапа трилогиясының идеясын жасады. Ол сапаны жоспарлаудан, сапаны жақсартудан және сапаны басқарудан тұрады екен. Ал Деминг деген кім? Соған бір тоқталайық. Деминг Уильям Эдвардс америкалық ғалым, статистик әрі сапаны басқару теориясының кеңесшісі.
Дюминг өзінің ұқыпты өндіріс атты Жапония және басқа да елдерде кеңінен пайдаланылатын мекемелерді қайта ұйымдастыру инновациялық ұсыныстар арқасында кеңінен танымал болды. Дюминг 1946 жылы негізі қаланған америкалық сапа бақылау қоғамының негізін қалаушылардың бірі. Оған осы ұйымның ең құнды марапаты Шухарт атындағы медаль тапсырылған. Сапа деген не? Сапа деп біз нені атаймыз? Сапа деп өнімнің қасиеті мен сипаттамасының жиынтығын айтамыз. Қазіргі кезде біз сапаның түрлі деңгейлерімен жұмыс жасаймыз. Онда өнімнің жоғары немесе төменгі сапасы туралы, сорты туралы, шығарылатын бұйымның моделі мен варианттары туралы айтылады. Жалпы сапаға әсер ететін үш фактор бар. Ол қызметшілер, материалдық база және де басқару. Материалдық базаға не кіреді? Материалдық базаға ресурстар кіреді, материалдық базаға шикізат кіреді. Шикізаттың негізгі және қосалқы түрлері, жабдықталуы, ғимараттың өзі, ғимараттың толығымен қамтылуы, жаңағы дайын өнімнің қаптамасы, техника және технология, яғни соның барлығы материалдық базаға кіреді екен. Қызметшілер ол тікелей өнімнің сапалы болуына әсер етеді. Яғни қызметшілердің арқасында, егер де қызметкер өзінің жұмысын тиянақты атқарған жағдайда, ол өнім сапалы болып шығады. Қызметкерлер білімі, біліктілігі сәйкес келіп, сонымен қатар тәжірибесі мол болып, сонымен қатар сол қызметкерлер үнемі үздіксіз өздерінің біліктілігін арттыру үстінде болса, сонымен қатар олардың ынтасы болған жағдайда олардың өнімдері сапалы болып шығады. Ал келесі әсер ететін фактор ол басқару, басшылық. Басшылық ол да өте әсер ететін факторлардың бірі. Басшылықтың өзінің иерархиясы болады сапа бойынша. Әрбір материалдық база болсын, қызметкерлер болсын, оның барлығы өте үлкен және де күрделі жауапкершілікті талап етеді. Оның барлығын осы басшылық қадағалау керек. Басшылықтың тарапынан бірінші кезекте өндіріс орнының мақсатын айқындау, оны құжаттау, сапа саясатын айқындау және оны да құжаттау. Сапа саясатын айқындап қана қоймай, оны өзінің қызметкерлеріне үйрету, үнемі сол сапа саясаты орындалып жатқанын қадағалау, толығымен өндіріс орнын, қызметкерлер сол талаптарды орындауын қамтамасыз ету үшін барлық қажетті жағдай жасау, яғни оның барлығы басшылықтың қолынан келеді. Ары қарай өндіріс орнының сапалы өнім шығаруына санитарлық талаптар өте маңызды. Кез келген өндіріс орнында міндетті түрде дезөткел болу керек. Дезөткел дегеніміз ол қызметкерлер жұмысқа кірісер алдында өтетін өткел. Яғни бұл өткелден өткен кезде оның қолы өңделіп, аяқ киімдері өңделіп таза болып кіреді. Бұл өнімнің санитарлық көрсеткіш микроорганизмдермен ластануына жол бермейді. Сапа басқару тәсілдерінің эволюциясын ары қарай жалғастыратын болсақ, сапаны басқарудың заманауи тұжырымдамасы, сапаны статистикалық бақылау негізінде үздіксіз технологиялық өзгерістердің циклінің ұғымын енгізген Шухарттың жұмысын айтуға болады. Бұл әйгілі PDCA, яғни Plan, Do, Check, Act циклы. Жоспарлау, орындау, бақылау, әрекеттен тұрады. Ол алғаш рет 30-шы жылдары Белл зертханаларында ақш-та қолданыла бастады. Тақырыптың қорытындысын айтатын болсақ, ең алғаш Дюмингтің ұсынған бұл принциптері мынадай шарттармен жүзеге асады. Ұйымның адами ресурстармен дамуын басқару, басшының қол астындағылармен өзара әрекетін басқару, қызметкерлердің мүдделерінің мотивациялық саласын басқару, әртүрлі бөлімшелер арасындағы өзара қатынастарды басқару. Яғни әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, бірінші адами ресурстар дегеніміз не? Адами ресурстар бұл қызметкерлердің білімі, біліктілігі, ынтасы,
Одан кейін өнімді жақсартуға талпынысы, соның барлығы адами ресурстар болып есептеледі. Басшының қол астындағылармен өзара әрекетін басқару, яғни басшы міндетті түрде лидерлік қабілетке ие, өзінің авторитарлық жаңағы несі қабілеті болу керек, өзінің сөзін тыңдата алу, және де өзінің қызметкерлерімен сыйластық қарым-қатынас түзей алу, өзінің қызметкерлеріне үлгі бола алу, жұмысшыларын ынталандыра алу, осы басшының қолынан келу керек. Қызметкерлердің мүдделерін мотивациялық саласын басқаруда осы басшының негізгі қызметі болып табылады. Әртүрлі бөлімшелер арасындағы өзара қарым-қатынастарды басқару, яғни жоғарғы басшы әрбір бөлімшелер бойынша басшылықтарға да өзінің әсерін тигізіп отырады. Яғни дұрыс қолбасшының іс-әрекетінің арқасында барлық бөлімдер арасында кикілжің болмай қарым-қатынас түзу болады. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды.